Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, құрметті біздің тыңдармандарымыз. Бүгін біз Түркістан облысы Дін істері басқармасының арнайы жобасы аясында түсіріліп жатқан кезекті подкастымыздың қонағын таныстыруға рұқсат етіңіздер. Бүгінгі таңда деструктивті діни ағым өкілдерімен және оларды діни тұрғыдан оңалту, сондай-ақ біздің сан ғасырдан бері қалыптасып келе жатқан тарихи мәдени құндылықтарымызға қарсы қоймау біздің заманымыздың, қоғамымыздың басты талабы десек қателеспейміз. Осы сұрақтардың төңірегіндегі өзекті мәселелерді талқылау үшін студиямызға арнайы қонақ шақырып отырмыз. Ендеше таныс болыңыздар. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының діни оңалту бөлімінің басшысы, біршама жылдар бойы пәтуа саласына жауапты маман ретінде елімізге танылған абзал азамат, дінтану саласында өзіндік қолтаңбасы қалған Аманқұлов Хасан Ташайұлы ағамыз. Студиямызға қош келдіңіз аға. Ассалаумағалейкум. Жалпы аға, өзіңізге мен енді біршама әлқиссасын таныстырып өттім. Бүгінгі таңда Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бұл ислами біздің қара шаңырағымыз, өзіндік қолтаңбасымен, өзіндік мынау қоғамда беделге, абыройға, өзіндік мынау қоғамда онымен санасатын деңгейге жеткен үлкен бір басқарма ретінде біз оны мойындаймыз. Дегенмен де осы басқарманы мойындамайтын діни түсінігі, танымы, болмысы бөлек азаматтар да біздің қоғамымызда жоқ емес. Жалпы қазақ халқының, қазақ даласының діни танымына, тарихқа шегініс жасап, осы мәселенің ақ-қарасын ажыратып, исламның қазақ даласына келуі, оны ата-бабамыздың салт дәстүрімен, тұрмыс тіршілігімізбен ұштастырып ұстауына кішкене тоқталып өтсеңіз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Шынында біздің халқымыздың өзінің белгілі діни ұстанымы, салт дәстүрі бар. Алдымен біз қазақ халқы осы дінді қабылдағаны бері осы ханафи мазхабын ұстанып келе жатқанымызды біз ескеруіміз керек. Бұл енді 9 ғасырда осы қазақ даласында ислам діні жайылған болса, сол уақыттан бері біздің ата-бабаларымыз осы құлшылығын, діни сенімін, осы ханафи мазхабы, имам Матуриди діни сенімі бойынша ұстанып келген. Сосын біздің даламызда Яссауи, Нақшбанди тарихат жолдары жұмыс жасаған, кең тараған. 2015 жылы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы сол бір құжат қабылдады имамдар форумында. Ол құжаттың атауы Қазақстан мұсылмандарының тұғырнамасы. Осы тұғырнамада жалпы біздің қазақ халқының діни ұстанымы сол жерде нақты белгіленген болатын. Ол жерде сол діни сенімге қатысты сол біз Алланы тану мәселесі, пайғамбарлық мәселесі, ақырет мәселесі және осы адам баласының, мұсылман баласының осы дүние танымы, мұсылмандық ұстанымы қандай болу керектігі сол жерде көрсетілген. Сонымен қатар біздің құлшылықта немесе қарым-қатынастарда сол методологиямыз, негіздемелеріміз сол жерде көрсетілген. Біз әрбір үкімді, әрбір шариғи мәселені ненің негізінде, қандай қағидат ережелердің негізінде сол жасалатыны сол жерде айтылған. Сонымен және қатар біз осы зайырлы мемлекетте өмір сүретініміз белгілі. Бұл Қазақстан Республикасы осы елдің азаматы ретінде біз әрі осы елдің азаматымыз, біз әрі мұсылманбыз. Біздің осындай зайырлы мемлекетте біздің позициямыз, ұстанымыз қалай болу керектілігі бірнеше мысалдар ретінде сол жерде баяндалған. Мысалы, зайырлы мемлекет деп ол қандай мемлекетті біз түсінеміз? Ол дінсіздік мемлекет емес, қайта дінді құптайтын, дінді қолдайтын, дін мен мемлекет арасындағы қарым-қатынасты реттейтін бір институт ретінде қарастырылады. Мынау біздің қазақ елін, үкіметін. Сонымен қатар бізде дін мен сол медицина, дін мен сол мынау біздің маңайымыздағы мысалы біз мынау нелер адамзат, қоғам, міне осы барлық осы қарым-қатынас мәселелері сол жерде егжей-тегжейлі түсіндірілген. Сонымен қатар біз өзіміздің сол салт дәстүріміз бар екенде ұмытпауымыз керек.
бұл жерде енді Қазақстан мемлекеті болғанымен бұл жерде әртүрлі ұлттар тұрады. Мысалы мына осы ұлттардың, ұлыстардың өзіне тән сол салт дәстүрлері бар. Мысалы ол кейбір мәселелерде қазақ ұлтымен кейбір ерекшеліктері, айырмашылықтары болуы мүмкін. Міне осы мәселелерде, қарым-қатынаста біз мынау шариғатпен қатар, дінмен қатар міндетті түрде әрбір ұлттың, ұлыстың менталитетін, салтын, дәстүрінде біз ескереміз. Сондықтан кейбір салт дәстүрлерде кейбір айырмашылықтар болуы мүмкін. Ол ешқандай бір біздің достық, конфессияаралық немесе бауырмалдық қарым-қатынасымызға ешқандай зияны тимейді. Бір ғана мысал келтірейік. Мысалы шариғат бойынша мынау үйленетіндер, үйленбейтіндер осындай мәселесі бар. Мысалы өзбек ұлты мен қазақ ұлтының арасында бұл мәселеде сәл айырмашылықтар болуы мүмкін. Мысалы біздің қазақтан жеті атаға толмай қыз алыспайды дейді. Мысалы енді өзбек халқында ондай жоқ. Мысалы ол егер сәл алыстау туыс болса, ол мынау қыз алысып, қыз берісіп ол жата береді. Ол ешқандай шариғатқа қайшы емес. Ал енді дәстүр салт бойынша да оны құптайды. Ал бізде қазақ халқында шариғат рұқсат бергенмен бірақ дәстүрде олай жасауға бізде үлкендеріміз біздің дәстүріміз рұқсат бермейді. Сондықтан тек шариғатты ғана бекем ұстап емес, сонымен қатар осы дәстүрді де қатар біз жүргізіп, осындай нені қазақи осындай нені біз діни ұстаныммен біз жүреміз. Рахмет. Жалпы енді өзіңіздің жетекшілік етіп отырған салаңызға ойыссақ, діни оңалту саласы бұл әрине қоғамдағы үлкен бір күрделі саланың бірі деп айтуымызға болады. Жалпы осы діни оңалту мәселесінің маңыздылығы қандай? Ондай азаматтармен жатағымен жұмыс жасауда КМДБ-ның, яғни Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының атқарып жатқан рөлін сіз қаншалықты бағалайсыз? Мына жат діни ағым, бұл мәселе бұл бүгін кеше ғана пайда болған мәселе емес. Бұл осы ислам дініне келгелі бері сол араб елінде осы пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам қайтыс болғаннан кейін мұсылмандардың арасында пайда болған бұл ой, пікір, ол кейін ары қарай бір идеологияға айналды. Одан сол идеология негізінде түрлі жамағаттар, ағымдар пайда болып, тіпті ол тарихтан білеміз, сол мұсылмандар арасында қақтығысқа да алып келген бұл осындай бір бір жүйе, идеология. Мынау бізде тарихтан, ислам тарихынан белгілі, мынау Хазіреті Омардың кезінде, Хазіреті Османның кезінде ол мұсылмандардың өздері сол өздерінің басшысына қарсы шығып, тіпті сол халифаның өліміне себеп болды. Тіпті Хазіреті Алидің кезінде үлкен бір екі мұсылман тобы бір-біріне қарсы шығып, бір үлкен бір соғыс басталуының сол алдында тұрды. Бұның бәрі осы теріс идеология, мынау осындай бір дінді дұрыс түсінбеушілік арқасында міне осындай нелер, шайқастар немесе осындай дау, осындай тартыстарға, осындай нәрселерге себеп болды. Енді мынау жалпы дінде кісі өлтіру деген өте үлкен күнә. Тіпті мына мұсылманға бауыр деп айтылады Құран кәрімде. Бірақ ислам тарихында мұсылманмен соғысқан деген осындай бір тарихта осындай жағдай, оқиғалар өткен. Оның бәрі мынау осы идеологияның мынау текетіресінің арқасында жүзеге асып жатқан жағдайлар. Ал енді мына қазіргі кезде де біздің Қазақстанда ондай жат діни ағымдар, жамағаттар біз жоққа шығармаймыз. Ол вахабилік, салафилік мынау ағымы болсын, немесе мынау Пакистан, Үндістан тарапынан бізге келген идеология, немесе түркшіл жамағаттарды біз айтып өтуімізге болады. Сосын мынау бізде біздің мемлекетте қызметі не тыйым салынған, заңмен тыйым салынған ұйымдарды, ағымдарды атап өтуге болады. Сосын мынау біздің
біздің сүннеттік емес бағыттағы ағымдарды айтуға болады. Құраншылар, ахмадишілер және сол шииттік ағымдағылар. Бұларға да бір жеке-жеке тоқталып, әрбіріне анықтама, олардың идеологиясы туралы бір түсініктеме және олардың біздің қоғамға зияны туралы айтып өтуге болады. Біз енді осы ретте біз Қазақстан мұсылмандар діни басқармасын рөлін түсінуімізге болады. Әрине осы елімізде осындай біздің дінімізге, шариғатымызға, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тұғырнамасына қарсы, дәстүрімізге қайшы осындай жамағаттар, осындай ұйымдар немесе ағымдар осындай бар екенін біле тұра, енді діни басқарма үндемей отыру бұл енді дұрыс емес, қисынға келмейді. Бұл ретте бізде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында арнайы діни оңалту бөлім ашылған болатын. Бұл бөлім мынау біздің осы салада жұмыс істеп жатқан мамандарға әдістемелік құрал мен қамтамасыз етумен айналысады. Осы күнге дейін бізде осы жат діни ағымдар және жамағаттар туралы әдістемелік құрал дайындалды. Ол жерде біздің елімізде осындай жат діни ағымдар туралы сол әдістемелік құралда ақпарат берілген болатын. Сонымен қатар бізде теріс сәләфилік көзқарастарға жауап атты бір нұсқаулық дайындалған болатын, әдістемелік құрал. Бұл жерде мынау біздің вахабилік сәләфилік ағымына қатысты өкілдер көп нәрсені бізді салтымыз, дәстүрімізге қатысты, әдетімізге қатысты, кейдегі шариғаттағы ұстаным, құлшылыққа қатысты көп нәрселерді бидғатқа шығарады. Мысалы, мынау күмбез, мешіттің күмбезін салу ол бидғат дейді. Мынау мұнара, сосын мінбер, михраб, бұларды жасаудың өзінің пайғамбарымыз кезіндегі әдіспен болу керек. Ал біздегі қазір бәрі ол бидғат. Мынау айшық жасайды, мысалы мешіт салған кезде, немесе біздің өткізетін мысалы мәуліт мерекесі, мынау наурыз мерекелер, мысалы мемлекеттік мерекелер, осындай көп нәрсені бидғатқа шығарып жіберген. Бидғат деген ол харам. Оны істеген адам біздің тура жолдан адасқан деген сондай бір айып тағып жатыр да ол. Міне соған қатысты біз бәріне әрбір сұраққа жеке тоқталып, осы 57 сұрақ, осындай сұрақтарды дайындап, оларға дәлел дәйектермен осы жауаптар жинағын дайындаған болатынбыз. Енді бізде тағы бір әдістемелік құрал дайындалып жатыр. Бізде мынау осы діни оңалтумен айналысатын мамандар түзеу мекемесінде де жұмыс істейді. Ол жерде отырған біздің мұсылман азаматтарының басқа жат діни ағымдар идеологиясына кіріп қалмасы үшін немесе кіргендерді діни оңалту мақсатында ол жақтағы жұмыс барысы, оның қандай әдіс, қандай тәсілмен жұмыс жасау туралы біздің мамандарға арналған сондай бір нұсқаулық дайындалу үстінде. Тағы да басқа да көптеген профилактикалық жұмыстар, діни оңалту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осы біздің жұмыстың нәтижесінде біраз азаматтар қазір өзіміздің ханафи мазхабына өткендер бар. Мысал ретінде өткен жылы мысалы 570 адамдай адам біздің діни қызметкерлер арқылы бері қайтқан, сосын бейімделгендер бар. Сонымен қатар қанша адамдарды біз сол жат ағымның сол торына, қақпағына кіріп қалмауына біздің имам ұстаздарымыз сол себепші болып жатыр. Егер бұл жұмыс жасалынбағанда бұлардың саны бұдан да көбейіп кететін беді деген осындай мәселе бар. Рахмет. Қазіргі таңда Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының 5 жұмыс бағыты болса, негізгі соның бірі енді діни оңалту, жалпы жат діни ағымдарға қарсы жұмыс қой. Облыстық өкілдіктерінде де арнайы мамандар жұмыс жасап жатыр. Дегенмен, оңалту жұмыстары кезінде имамдарымыздың жалпы
өздеріңізге қарасты мамандарыңыздың негізгі бағыты қандай болу керек деп ойлайсыз? Қандай дүниелерге мән беру керек? Ол азаматтармен қалай диалогқа келуге болады? Енді оның жаңа өзіңіз айтасыз, түрмеде, түзеу мекемелерінде сотталған, агрессивті бағыттағы азаматтар да жеткілікті. Сотталмаған, бірақ қоғамда өмір сүріп жатқан агрессивті азаматтар жеткілікті. Олармен қалай байланысқа түсіп, диалог орнатып, және оларды өздеріңізге, сенімдеріңізге қалай жетектеп кіргізіп жатсыздар? Ең бастысы бұл діни оңалтумен осы бағытта жұмыс істеп жатқан жауапты мамандар ғана емес, бұл жұмыс негізі барлық мешіттегі діни қызметкерлерге. Ол имамнан тартып, наиб имам, азаншы, ұстаздар жұмыла барлығы бірдей жұмыстануымыз керек. Міне сонда бір нәтижеге жетуге болады. Енді мен бұл бағытқа жауапты емеспін деп, тек мынау діни рәсімдермен айналысып жүре берсе, немесе тек құдай астарға барып, жаназа шығарып, намаз өткізіп, олармен кездеспесе, сөйлеспесе, оларға түсіндіріп айтпаса, онда бізде бұнда ешқандай нәтиже болмайды. Біз әрбір семинарда имамдарға міне осы мақсатты, осы міндетті жеткізіп келеміз. Мысал ретінде, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам осы Мәдина қаласында тұрған болса, ол кісі сол қаладағы барлық тұрғындардың жағдайын жақсы білетін. Ол мұсылман болсын, мұсылман емес болсын, өйткені хадистерде келеді. Мынау кейде құрбандық етін өзінің басқа дін өкілі отбарас көршісіне үлестірді дейді. Бір яхуди көршісіне ол көмектесті. Мұсылмандардың егер бір қиналып жатқан отбасы болса, оны киіммен, тамақпен қамтамасыз етті дегеннен біз пайғамбарымыз алейхиссалам барлық тұрғындардың жағдайын өте жете білген деп осындай бір тұжырым жасаймыз. Ал енді имам, бір мешіттің имамы болса, ол бүкіл сол мешітке келетін жамағаттың көңіл күйін, жағдайын, олардың түсінігін, сауаттылығын өте жете білу керек. Сонымен қатар ол сол мешітке қарасты кейбір тұрғындар бар, отбасылар бар. Олар мешітке келмейді, бірақ ол имамды осыны діни рәсімге үйіне шақыруы мүмкін, құдай асы тамаққа шақыруы мүмкін, немесе пітір садақаларды ол осы мешітке алып кеп береді. Сол имам, сол мешіттің ұстазы, наиб имамдар сол тұрғындардың жағдайын білетін болса, жамағаттың көңіл күйін білетін болса, олармен демек байланыс жасай алады деген. Міне сондықтан мешітке келіп жатқан жамағаттың ішінде бір жат діни өкілі болатын болса, оны бірінші бізде діни оңалтуда анықтау мәселесі бар. Енді ол мешітте демек ханафи мазхабына қайшы сондай бір түрде бір намаз оқып жатқан болса, ол демек анық ол ханафи мазхабын ұстанбайды. Сонымен барып сөйлесіп, егер имам оған сөзін өткізе алмайтын, имамнан көрі бәлкім ол ұстаз немесе наиб имам оны жақсырақ танитын шығар. Солар арқылы немесе жамағаттағы бір адамдар арқылы сонымен контакт орнату керек, байланыс жасап сөйлесу керек, түсіндіру керек. Кейбіреулер шынымен көп жағдайларда білмей істеп жатқандар өте көп. Біреуден бірдемен тыңдап алады, сол немен сеніммен жүрген азаматтар болады. Сондықтан тек кездесіп, діни оңалту деген онымен кездесіп сөйлесу ғана ғой. Міне осы жұмысты атқаратын болсақ, егер бері қайтатын адам берін қайтады ол. Міне осындай бәріміз жұмыла осындай жұмыс жүргізетін болсақ, ол біраз ненің осы жат ағым әрекетін алдын алған болатын едік. Мен бүгінгі семинарда бас имамдарға айтып жатырмын. Осы Түркістан облысында шамамен 1300 діни қызметкер жұмыс істейді. Имам, азаншы, наиб имам, ұстаз. Бір 10 адаммен кездесіп, соны діни оңалт деп айтпаймыз. Бәріміз бір адаммен жұмыс жасайық. Ол күтпей ғана тапсырманы, мына адаммен кездестіген. Бір адаммен шұғылданайық. Ол жарайды біздің жамағатымыз болсын, сол мешітке қарасты бір тұрғын болсын. Бәлкім ол біздің туыстарымыздың ішіндегі бір сондай азамат, бір жат ағым өкілі бір түсінбей жүрген болса. Онымен бір рет кездесіп болды, арғарай қош деп қайырласу емес, сонымен арғарай да қарым қатынас орнатып қалу керек. Өйткені олмен дос болып алу керек, онымен туыс болып жібермеу керек қой, өзінің сол шәкіртіне айналдырып алу керек та. Арғарай да оның жағдайымен танысып,
егер мүлдем басқа неге алаңдаттырмайтын қылып бекем ұстап алатын болсақ, ол міндетті түрде мен ойлаймын, бір 100% деп айтпасақ та, бірақ көбінесе ол бері қайтатын еді. Міне осылай жұмыс жасау арқылы біз бір оң нәтижеге қол жеткізетін едік. Енді оң нәтиже дегенмекші, бізде осы жұмысқа қатысты сын айтушылар, пікір білдірушілер, күмәнмен қараушылар да жоқ емес біздің қоғамда. Сондай-ақ мынау мүлдем дінге қатысы жоқ қарапайым тұрғындардың ішінде, халықтың арасында енді ол азаматтар оңалмайды. Қазақта бір мақал бар ғой, бүкірді көр ғана түзейді деген. Сол секілді олардың беті бері қарамайды деген секілді. Салы суға кету дейміз ба, қолды бір сілтеу дейміз ба, сондай мәселелерде кездеседі. Маман ретінде мына бүгінгі эфир, бүгінгі сұхбатты пайдалана отырып, бұл азаматтарды оңалтуға қанша уақыт кетеді және бұлардың шынайы оңалу мүмкіндігі қаншалықты деңгейде? Осы мәселеге баға берсеңіз. Бұл жерде сол жат ағым өкілінің жағдайына, күйіне, деңгейіне қарау керек. Кейбір жат ағым өкілдері арнайы сол бағыт бойынша оқыған, өте білімді, білікті, сол бағыттағы шайхтарды, ұстаздарды тыңдаған, сондай кітаптарды оқып, әрі оның мінезі де соған сол қатып, соған бір бейімделіп қалған азаматтар болса, әрине ол өте қиын. Бірақ бұған қарсы, егер біздің оңалтушы азаматымыз, имамымыз, маманымыз одан да мықты білікті болатын болса, дәлел дәйектермен оны егер түсіндіріп жеткізе алатын болса, егер шынымен ілімді адам болса, ол мойындайды. Өйткені біздің тарихта кейбір ғалымдарымыздың өзі, мысалы имам Тахавиді айтамыз. Имам Тахави негізі бұрын басқа мазхабты ұстанған, Шафиғи мазхабты ұстанған дейді. Бірақ оқып, біліп, түсініп, кейін мына Ханафи мазхабының мықтылығын, сол мықтылығына көзі жетіп, мазхабты өзгерткен екен ғой. Шын білімді азамат, ол бәрібір өзі тура жолға бері қайтады. Ал енді кейбіреулер бар, мынау сәл шатасып жүрген, немесе нақты бұлай бейімделмеген, осындай бір әлсіз күйде, осындай бір ұстанып жүрген азаматтар бар. Бірі еліктеп жүрген нелер болады, кісілер болады. Міне бұларды да сол әдемі күйде, сол біліммен емес, кейде әдеп ақлақпен де бері қайтаруға болады. Жақсы бауыр болып, өзімізге деген махаббатты оята алсақ, ол кісіде ондай адамдарды бері қайтаруға болады. Немесе кейбіреулер әлеуметтік жағдайының нашарлығы арқылы, немесе психологиялық жағдаймен, сондықтан мынау біздің діни оңалтушы адамда тура диагноз қоя білу керек та. Ол қанша айтқанмен ол әсер етпеуі мүмкін. Ал бір ғана аз ғана біз анау қайырымдылық көмек арқылы оны бері өзімізге тартып алуымыз мүмкін да. Сондықтан мынау біздің діни оңалтушы мамандарға мынау талап етілетін, мынау олар бір шын ықыласпен, ниетпен, шынайылықпен, мынау әбден психолог та болу керек та, оны нақты анықтап, зерттеп, оның емін тауып, одан кейін бір нені оны қолдану керек болады. Егер мысалы оңалтамын деп, егер әдісі дұрыс болмаса, ол бері қарату емес, өзінен бет бұрғызып алуы да мүмкін да оны. Сондықтан біздің діни мамандарға да, оңалтушы мамандарға да қойылатын талап өте жоғары. Жүйелі жұмыс нәтижесіз болмайды дейсіз ғой жалпы. Ал енді жалпы мынау Құдайға шүкір, Қазақстан үлкен жер көлемі жағынан алып мемлекет десек болады, әлемде 9-шы орын. Енді топ 10-ға кіреміз бүгінгі күннің тілімен айтқанда. Солтүстік өңірімізде, солтүстік батыс өңірлерімізде орыс тілді шетелдік уағызшылар, мынау біздің Түркістан өңірі Өзбекстан Республикасының шетелдерде қашып жүрген жат діни уағызшылармен өкінішке орай күресіп келе жатырмыз. Міне осындай сыртқы, жаңа өзіңіз айтқандай, араб мемлекеттерінің, түрік мемлекеттерінің жамағатшылдығы және көршілес мемлекеттердегі теріс пиғылды діни ағымдардың уағыз насихаты біздің тұрғындарға, азаматтарымызға, жастарымызға қаншалықты әсер етіп жатыр? Дұрыс, бізде мынау солтүстікте, әсіресе мынау орыс тілді біздің жамағат өте көп. Олар қазақ тілінен қарағанда орысша әдебиеттерді көбірек оқиды, орысша уағыздарды жеңіл түсінеді. Сондықтан мынау орыс тілді уағыздарға
олар бір жақын бейім келеді. Сондықтан оларға қатысты біздің осы орыс тілді мамандар бөлінген, бекітілген, солар олармен жұмыс жасау керек. Енді мына оңтүстікте Өзбекстан жақын болғаннан кейін, сосын біздің елде мына өзбек ұлт өкілдері бар. Енді өз тілінде естісе уағызды бәрібір не ғой, оған жақынырақ та ол, көңіліне жақын, түсінікті, кейін табиғаты да осы несі де жаратылысы сол ғой, өзбек ұлты болғаннан кейін. Енді біз өзбекше тыңдайма, орысша тыңдайма, оның негізі дұрыс емесінде тура бағалай білу керек. Ол үшін біз енді тыңдама деп айтпаймыз, әрине. Ол енді шектеуге болмайды ғой. Бірақ өзбек уағызшылардың ішінде жақсы тура жолдағы, бағыттағы жақсы ғалым уағызшылар өте көп. Ол енді біздің Қазақстан, мына Өзбекстан діни басқармасының ресми уәкілдері, имамдары, сол сенімді сол уағызшыларды тыңдап, егер білім алатын болса, сауатты білім алатын болса, ол ешқандай зияны жоқ оның. Біздің өткені шынын айтқанда, біздің Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстанның діни сенім мәселесінде, құлшылық мәселесінде біздің ешқандай неміз жоқ. Айырмашылығымыз, бір-біріне деген қайшылық ондай жоқ. Тек мына салт дәстүр мәселесінде әрбір ұлттың өзінің бір салт дәстүрі болуы мүмкін, ал бірақ шариғаттағы қайшылық бізде жоқ. Тіпті соңғы кезде барлық діни мәселелерді осы ортақ бірге отырып шешу мәселесі де қарастырылып жатыр. Мына қазір оразаның басталуы, аяқталуы, айт күнін белгілеуі, тағы да кейбір шариғи мәселелерде де бір үстелде отырып, немесе онлайн арқылы осы елдердің, көршілес елдердің ғалымдарымен бірге осы бірге шешіліп жатыр. Ал енді мынау өзбек уағызшыларының арасында салафилік, уахабилік көзқарастағы да уағызшылар бар. Енді оны тыңдап атқан біздің жамағат көп біле бермейді ғой, айыра білмейді. Сондықтан біз оларға бағдар беруіміз керек. Имамдар, діни оңалтушыға жауапты мамандар, мынандай бір уағызшы бар, өзбек тілінде уағыз айтады, оны көп тыңдай бермеңдер. Кейбір мәселелерде біздің ұстанымға сәйкес келмейді. Ертең тағы жолдан адасып, сондай бір қиындыққа тап болып қалуымыз мүмкін, ол теріс ағым болып қалуы мүмкін деген осындай нелермен, профилактикалармен, алдын алумен айналысу керек болады. Рахмет. Енді жалпы бүгінгі қоғамда қай өңірге бармасаңыз да тәңіршілдік жат ағымы дейміз бе, қазір былай сол азаматтардың әлеуметтік желілердегі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы мен жалпы мұсылман қауымына жасап жатқан шабуылы, кибер шабуыл дейміз ғой, енді адамдардың өкінішке орай ызасын тудырып жатқан, қарсылығын тудырып жатқан жағдайлар кездеседі. Осы тәңіршілдік турасында, олардың адасушылығы турасында бір ауыз пікір білдіріп өтсеңіз. Дұрыс айтасыз. Қазір әлеуметтік желіде мынау тәңіршілдік, біз енді ағым деп айтпаймыз, бұлардың бір сенім деп айтсақ болады. Өйткені сол бір сенімді ұстанып отыр ғой бұлар. Сол тәңіршілдік сеніміндегі өкілдері белсенділік танытып жатыр. Олар барынша осы сол тәңіршілдікті насихаттауды осы исламды қаралаумен ұштастырып осыны жеткізгісі келеді. Өйткені өзіні ақтау үшін міндетті түрде сон көп халықтың басым көпшілігі исламды ұстанады, сол исламды қаралаумен алып келіп жатыр. Бұлардың әдісі, бұлардың осындай ұстанымы, тәсілі сәл мұсылмандарға ұнамай тұр. Өйткені әрбір дін өкілі, егер біреу оның ұстанымын кемсітетін болса, оның мынау кітабын, қасиетті ұстанған кітабын, пайғамбарын, дінін немесе сол құлшылығын егер мазақтайтын болса, әрине ол дұрыс емес те, ол адамгершілік ретінде де ол жақсы емес. Дұрыс, егер сен тәңіршілдік сенімін дұрыс дәріптейтін болсаң, соған сенімің нық болса, онда біз енді зайырлы мемлекетте тұрмыз, біздің мемлекетіміз, өкіметіміз де оған қарсы да емес. Бізде әрбір азамат өзі қалаған дінді ұстануы, бір сенімге сену мүмкін. Ол ешкімге қарсылық білдірмейді. Атеизмді ұстайсың ба, тәңіршілдікті, мемлекет оған қарсы болмайды. Ал бірақ сен басқа бір дін
дінді сен жамандама, дін өкілдерінің намысына тиме деймін да. Міне осылардың тәсілдері сәл бұл құқық жағынан да, адамгершілік жағынан да бұл жақсы емес ол. Бұлар қанша мұсылмандардың ызасын келтіріп жатыр. Жарайды, қазір енді үндемей, кейде айғай-шумен, әлеуметтік желіде бір-бірімен жазысумен қазір тоқталып тұр. Ал енді Құдай сақтасын, ертең ол адам өліміне алып келсе қандай жағдай болады? Ертең көшеде бір-бірімен осындай автобуста кетіп бара жатып, көшеде осыны бір-бірімен таласып, ызасы толған мұсылман кәдімгі анаған бір зиян тигізіп қойса, немесе ол тәңіршілердің де мұсылмандарға деген осы ызасы ол кем деп айтпаймыз олар. Олар бірдеме жасаса, ол ертең үлкен қақтығыс қалып барады. Адам өліміне алып барады. Мынау жазықсыз адамдар не қамалады, не тағы да басқа бір нелерге ұшырап болады. Ол жапа шегеді. Екінші мәселе, бұл жерде осы тәңіршілдік сенімі кең таралуымен біздің халық екіге жарылып жатыр да. Мұсылман емес, халықты екіге бөліп жатыр. Мен ойлаймын, бұл жерде тек бір топ адамдар емес, бұның арқасында үлкен күш тұрма деп ойлайсың да. Бұл енді біздің Қазақстанда емес, бұл шетелдік, сондай бір шетелдік бір мемлекеттің саясаттың бір қолы бар ма дегенде ойға барады. Сондықтан мен ойлаймын, осы мемлекет тарапынан сол белгілі осыған қатысты мамандар, ғалымдар зерттеп, анықтап, менімше алдын алу керек, бір шара қолдану керек. Біз айтамыз, енді мүлдем тәңіршілдік сенімін жойып тастау керек деген, біз одан аулақпыз. Бірақ кім қаласа, әркім өз дініне сенеді. Ал бірақ дініңді насихатта, дініңді көр, кім қаласа сол қабылдасын, сенің сөзіңді құптасын. Ал бірақ сен сол өзімнің дінімді, сенімімді насихаттаймын деп басқа дінге ол тиісуді қой деп, мен осындай бір тәңіршілдік сенімін қолдайтын азаматтарға осындай бір не айтқым келетін еді, бір өзімнің бір осындай бір сөзімді жеткізгім келетін еді. Рахмет. Енді қорытынды бір екі сұрағымыз бар. Ғаламторда ол тәңіршілдік болсын, ол деструктивті діни ағымдар болсын, жаңағы дінге сенбейтін азаматтар болсын, сондай енді бүгінгі тақырыбымыз енді діни оңалту, деструктивті діни ағымдар ғой. Міне осындай ағымдардан азаматтарымызды қорғау үшін, жастарымызды арашалап алып қалу үшін Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы нендей жұмыстар атқаруда, және ғаламторда уағыз насихат тыңдағанда жастарымыз, мына қауым кімді тыңдау керек, және кімнен қауіптенуіміз керек, және оның ерекшеліктері қандай? Өте орынды. Мынау осы жылы біздің діни оңалту бөліміне бір 17 тапсырма бізге жүктелген болатын. Біз ол тапсырманы осы бөлім деңгейінде және осы өкілдік, әр облыстағы өкілдік және жауапты мамандар арқылы біз осыны жүзеге асырып жатырмыз. Соның бірі, біз мына Муфтият Кезет деген біздің сайтымыз бар. Ол жерде көп подписчиктер, бүкіл имам, ұстаз, жамағаттар сол сайтқа кіріп мәлімет алады. Сол жерде арнайы біз діни сенім деген айдар аштық. Бүкіл біз діни оңалтуға қатысты, діни сенімге қатысты, жат ағым, ұйым, жамағаттардың сол анықтамасы, сипаттамасына қатысты түрлі түрдегі мақалаларды сол неге айдарға қойып отырамыз. Сонымен қатар бізде Мұнара газеті аптасына 2 рет шығады, 8 беттік. Сол Мұнара газетінде біз Шырмауық деген айдар аштық. Сол Шырмауық айдарында әр нөміріне 2 мақала ол жарияланады. Ол мақалалар осы облыстағы сол имамдар, бас имамдар дайындап, солардың мақалаларын жариялаймыз. Мысалы, Түркістан облысының бас имамы осы өткен айдың бір несінде, нөмірінде осы истава мәселесіне қатысты мақала дайындаған. Міне осыны жариялап біз қанша нелерге, мұсылман жамағатына тараттық. Әр өңірлерге, облыстарға бөліп бергенбіз. Сол ол жамағаттар немесе діни мәселе, ақидаға қатысты мәселелерді осындай өздері дайындап, біз осы газет арқылы соны таныстырып келе жатырмыз. Одан кейін бізде Telegram каналы ашылды, жат ағымдардан сақтандыру каналы. Ол жерде де енді қазір біраз подписчиктерді жинап жатырмыз. Ол имамдар, діни қызметкерлер, жамағаттар, кез келген адам. Мен Telegram деген қанша мың адам болса да, ол жерде шектеу жоқ, подписчик болып
кіре береді екен, тіркей береді екенбіз. Сөйтіп соны тіркелушілерді көбейтеміз, әрі күнде бір күнде қалдырмай күнде бір ақпарат мәлімет қойып отырамыз. Ол жерде бір кітаптан, ақида кітабынан бір үзінді бір мәселе болуы мүмкін. Ол бір аудио бір дәріс қысқа, немесе видео бір дәріс, немесе бір баннер мәлімет қойылады ғалымдардың сөзінен, немесе бір мақала, немесе бір мәлімет, мысалы бір ағым, немесе бір мәселе туралы әртүрлі форматтағы мәліметтерді күнде соған қойып, сол арқылы біз неге таратамыз. Кейін біз әр облыстан біз нені белгілеп алдық. Мынау бізде белсенді әлеуметтік желіде белсенді имамдар бар. Соған сол әлеуметтік желіде үнемі пост жазып отыратын, өзінің пікірін білдіріп қалдыратын, сосын үнемі сол әлеуметтік желі арқылы мәліметтерді, ақпараттарды таратып отыратын, мына подписчигі көп осындай, енді блогер деп айтпаймыз оларды, бірақ просто подписчигі көп осындай белсенді имамдар бар. Солар арқылы да біз өзіміздегі қазіргі өнімді бүкіл материалдарды, діни оңалтуға қатысты материалдарды сол белсенді имамдар арқылы біз таратамыз. Оны біз есеп ретінде ай сайын оны біз есебін алып отырамыз. Сендер қанша материалды қанша имамдар арқылы тараттыңдар деген не бар. Мақсат ақпарат тарату. Одан кейін бізде әр облыстан мынау жат ағым өкілдері шоғырланатын мешіттерді белгілеп алдық та. Мысалы осы Түркістан облысында пәлен мешіті көп шоғырланады. Сол мешіттерге басқа өңірлерден бір ғалым ұстаздар, тәжірибелі, білікті имамдарды бекітіп, әр облысқа бір 15 күнге жіберіп отырамыз. Ол келген имам тікелей діни оңалтумен айналысады. Ол 5 уақыт намазға қатысып, сол жердің жат өкілдерімен, жат діни өкілдерімен тікелей кездесіп, олмен сұхбаттасып, дәріс жүргізу арқылы осындай ықпал ету арқылы осындай жұмыстар жасайды. Біз енді олардың әрбір жұмысын біз оларға күнделік беріп қойғанбыз. Күнде қандай жұмыс атқарған. Ол түзеу мекемесіне кіру мүмкін, 5 уақыт намаз өткізеді, уағыз айтады, дәріс оқиды, жеке кездеседі. Осындай 15 күн осындай іс сапарлар бар. Енді қазір енді толық орындалып жатыр олар. Сонымен қатар түзеу мекемесін діни әдебиеттермен қамтамасыз ету. Өткен түзеу мекемесіне барғанда бізге кітап жетпейді. Бізге кітап болса, сосын бізге дәрістер, жүйелі дәрістер өткізілсе деген ұсыныстар болып жатады. Біз сол кітаппен, әдебиетпен қамтамасыз ету қарастырғанбыз. Өзіміздің діни басқармадан, сараптамадан өткен діни оңалтуға қатысты әдебиеттерді жеткізу. Міне осындай әдістемелі құралды жаңа айтып өттім. Осындай жұмыстарды атқарып келе жатырмыз. Мен ойлаймын, әрине бұл әрбір осы іс-шарамыздың міндетті түрде бір нәтижесі болса екен деген біз үміттеміз. Рахмет. Енді жалпы бүгінгі тақырыпты қорытындылап, жастарға жалпы діни ағымның жетегінде кетпеуге, алданбауға, арбалмауына нені басшылыққа алу керектігін бір қорытынды ретінде айтып өтсеңіз. Енді осы біздің жастарымыз жат діни ағымдарға, жамағаттарға сол еріп кетпеу үшін мен ойлаймын, бірінші кезекте өзіміздің осы жергілікті мешіт имамдарының, діни қызметкерлерінің сол несін абыройын көтеру, асқақтату, оның беделін жоғарылату керек деп ойлаймын. Егер біздің діни мамандарымыз, имам ұстаздарымыздың беделі жоғары болатын болса, елдің арасында абыройға ие болатын болса, міне сол жамағаттағы жастар, адамдар соған келеді. Сосын біз мынау елдің арасында танымал, ол өнер адамы болсын, ол спортсмен болсын, немесе ғылым адамы болсын, немесе кәсіп, өнер адамы болсын, міне осындай бір жастарға бір ықпалы тиетін азаматтарды өзімізге тарту арқылы, солардың бір қызметін пайдалану арқылы біз мынау біздің жастарымызға ықпал ете білуіміз керек. Мен бір мысал келтірейін. Мынау жақында Ташкент қаласында бокстан бір чемпионат өтті ғой. Сол жерде Санжар Ташкенбай деген бір біздің бір баламыз чемпион атанды. Өте жақсы
бір өнер көрсетті ол жерде. Менің өзім балам онымен бірге оқығанда дос. Сөйтіп бірде жұмаға барып едік, соны көріп қалдық. Бірге намаз оқыдық жұмада Әзірет Сұлтан мешітінде. Мен айттым, Санжар, енді мен балам арқылы сен естіп жүрмін, сен бір үйге шақырсам қалай қарайсың дедім да. Сөйтіп үйге бір қонақ болып кетті. Аға дедім, мына пәлен күні біз сборға кетеміз, оға дейін боспын. Онда осы жексенбі күні, жұма күні айттым, жексенбі күні үйге келді. Бір қонақ болып кетті деп. Ол келді, сосын басқа достары келді, әртүрлі салада істейтін, оқитын. Баламға каникулдың кезінде ғой, жазда. Сөйтіп біраз өзім ақыл кеңестерімді айтып, оны мақсат оны тартуға бері. Сөйтіп мен сол жұмада байқағаным, мен енді өзімді бір ел танидын, мен уағызға шығып жүрмін, дәріс оқып жүрмін ғой. Менің жасыммен келген бір осы діни қызметкерлер, діндарлар ортасында сәл өзімше бір танымалда есепте болып жүретін едім. Сөйтіп ана Санжармен бірге намаз оқып былай шықсам, жастардың бәрі Санжарға қарай келе жатыр да. Маған қарамайды ешкім. Сонда келіп, жап-жас балалар, сізбен бір суретке түссек қалай болады деп. Ол да өте кішіпейіл азамат, өте жақсы діндар, намаз оқиды 5 уақытына. Біздің өзіміздің ұстанымда Ханафи мазхабын ұстанады. Менің балам Нұрбәрәкте оқиды. Сөйтіп діни мәселелерде менің баламмен нетіп жүреді екен да, бұлар достар өздері сұхбаттасып. Сөйтіп мен бірнеше жерлерде осы мысалды айтамын. Кейін мен сол үйге келген кезде Санжарға айттым, Санжар, көрдің бе дедім. Елдер дедім, мен сұрасам да маған келмей жатыр, маған ешкім қарамай жатыр. Бәрі саған жабылып, қоршап алып, суретке түссем деп сен қандай халық қадірлеп жатыр. Сондықтан саған қарап, осы жастар, осы Санжар сияқты біз осы Санжар намазға келіпті, осы секілді осы дінді осылай ұстансақ деп саған еліктейтіндер өте көп. Міне осындай жастарды да біз өзімізге тартуымыз керек. Олардың дұрыс жолда, бағытта болуын біз оларға толық осылай қызмет етуіміз керек, көмектесуіміз керек. Міне осылар арқылы да біз жастарды біз басқа жат діни ағымдарға кірудің алдын алатын болатын едік. Адамдардың танымалдылығын соларға мынау қазақ айтқандай, алдыңғы арба қайда жүрсе, соның арба соның артынан ілеседі дейсіз ғой. Жалпы Хасан аға, біздің өтінішімізді қабылдап, алтын уақытыңызды бөліп, құнды пікірлеріңізді, әсіресе мынау қазіргі өзекті діни оңалту, деструктивті діни ағымдарға қарсы жұмыс бағытындағы тәжірибеңізбен бөліскеніңіз үшін біз сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Сапарыңыз сәтті болсын. Ел үшін, жер үшін, дін жолында жасап жатқан жұмыстарыңызға Алла береке берсін. Рахмет. Құрметті көрермендер, осымен біздің тағы да бір бағдарламамыз аяқталды. Алдағы уақыттарда сәтті кездескенше ағайын.